кімнің баласы? Біздің үйге бала болса, біздің үйге алып кетейік балаларымды. Сау болыңдар. Что отырдық, я? Мұратбектің баласы? О, мама, папа, қалайсыздар? Сен сөйлей алсын ба не? Сендер өздерің айттыңдар ғой, біздің үйге бала бол, алып кетемін деп. Мен келсем, енді мен осы үйдің баласымын. Біз оны прикол ұстап айтқанбыз негізі. Ана договор на усыновление қол қоя салыңдар. Бірақ менің бірнеше шарттарым бар. Ана дәу спальня сендер жатқан. Енді менікі. Мен сол жерде тұрам. Күштілеп ремонт жасаңдар ішіне. Одан кейін маған күніне 4 разовый питание керек. Қымбат күшті смес алып беріңдер, ұқтыңдар ма? Сосын маған көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық алып беріңдер маған. Еще обязательно. Мына қыз қайда жүр? Қалайсың? Папамның машинасы бұзылып қалған ғой, трактормен келдім. Жүріп кеттік, уже басылып кеткен шығар. Давай қой көтеріп жарысайық. Мен көтер алмайым. 198, 199, 200. Капец, күші көп, массагын. Күшті өтіп жатыр, ауыл партиясы мықты ұйымдастырған. Жылқат концерт басталады, давай! Мә, бүгінгі күн күшті болды, рахмет саған. Жүр онда кет, мен ауылыма барайық. Жоқ, мен ауылға бармайым. Барасың? Мен сені алып қаш кетем. Тух папасы, қараш қызыңа қоймай жылап жатыр. Ой, қызым, не болды? Тып-тыныш отыр ғой, ой, жаным сол. Папаң келсе болды, өтірік жақсы қыз болып қаласың, не? Өйткені мен папаның қызымын. Сен сөйлей аласың ба не? Я сөйлей алам. Қара қызым сөйлеп жатыр. Шын айтам, жаңа ғана сөйлеп жатқан. Прикол ұстай бермеш. Қара қызымыз билеп жатыр. Той, мен уақытым жоқ, жұмыс істеу керек маған. Жоқ, шын айтам, жаңа ғана биді айырып жатқан. Әй қыз, неге папаңның көзінше мен жынтығып тұрсың, а? Қаз папаңды шақырам, сөйлей ұқтың ба? Давай шақыр. Как раз папа кеткен кезде сен маған мультик қосып, өзің тикток қарап жататынды айтайын. Ей, қызым, не болды? Қалжыңдаймын ғой. Саған өзіңе бірдеңе керек емес пе? Маған көп көйлектер, сосын кукла Барби керек. А еще біздің үйде интернет мүлдем ұстамайды. Мультиктар үнемі қатып қалады, көру мүмкін емес. Одан да Билайнның премиум отбасы пакеті баламыз сандап жатыр. Ой, алма тағы немереміз қаратып қояды. Өші блокқа тығып тастап вообще. Неге алмай жатыр? Домофоннан звондап жатыр. Мама, папа, Айленге қарап бересіздер ма? Алма, үйде жоқ деп ойлап қалсын. Үйде жоқ па? Мама, папа. Үйде ешкім жоқ па? Менде кілт бар, давай өзім ашайын. Қайда кетіп қалған? Свет жанып тұр ғой, бірақ. Мама, папа, қайдасыздар? Қайдасыздар? Мама? Папа? Апа. Ой, Айленю, қалайсың? Ата. Қалайсыңдар? Мама, папа, не аптығылып жүрсіздер бізден? Бүгін Айленға қарай тұра аласыздар ма? Біз тойға бар келсек. Тағы ма? Күнде бала қарап кеттік қой өзі. Бізді тегін няня қылып алдыра ма? Не істедіңдер өзі, а? Бірақ сіздер немелеріңізге қараған жақсы көресіздер ғой? Әрине жақсы көреміз, бірақ күнде емес қой енді. Соны айтамын, өмір бақи сендерді бақтық. Әбден өсті-ау дегенде балаларыңды әкеп тұрсыңдар енді. Бізде сонда өзімізде өмір жоқ па? Бізде де бос уақыт, бізде де лишний пространство деген болу керек. Мам, папа, сіздер болмасаңыздар кім қарап береді енді? Біз қайда тастаймыз баламызды? Ой, балабақшаға берсеңдерші. Біз күшті сенімді балабақшада. Қара, менде 30 000 теңге бар. Оған гүл алған дұрыс па? Немесе бір аптаға продукты алған дұрыс па үйге? Конечно же, гүл. Маған романтика керек. Сен дұрыс түсінбей тұрған сияқтысың. Ары қарай кеттік. Қараш, мысалы, брендовый көйлек торговый центрда 50 000 теңге тұрады. Тура сондай көйлек базарда 5 000 теңге тұрады. Қайсысын алған дұрыс? Конечно же, брендовый базардық онша емес қой. Онда неге мынаны бір рет қана киесің сен? Енді мен Инстаграмға бір рет салып тастасам, оның барлығы көріп тұрады ғой, екінші рет кие алмаймын. Қара, сен тісіңді жуып жатсың. Кранды өстіп өшіріп қойған дұрыс па? Әлде суды ағызып, счетчикті айландырып, ақшаны ауаға құртып, суды ауаға құртып, табиғатты ластаған дұрыс па? Маған қосып жуған комфортно. Сен экономдау деген кішкене дұрыс түсінбей тұрған сияқтысың. Мына өте маңызды. Үйде тамақ істеген арзан. Сырттан доставкамен тамақ заказ берген қымбат. Қалай тұр?
Жан мен жас донор бердім бізге. Дастарханмен тамақ алдырдың ба? Мен саған не үйретіп жатырмын? Жан, жас донордың бағасы 1000 теңге ма, жек көрші. Шынымен 1000 теңге ма? Хорошо, жас донорды заказ беру тиімді екен. Ары қарай кеттік. Қара, метро мен автобус 120 теңге тұрады. Такси 3000 теңге тұрады кем дегенде. Кейде мыналармен тезірек жетесің. Қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Конечно же, таксимен. Сен вообще түсінбей тұрсың ғой. Мына түрімізбен біз қалай экономдаймыз, айтшы. Жан, мен қалай экономдау керек екен білем. Саған просто көбірек ақша табу керек. Әй бала, не отырсың? Үйдің бәрін жинап болды, шаңды барлығын сүрт. Дедім, аузымды жалайтсыға тұғандарға өткіз жіберем. Мама! Үніңді шығарма, осыдан даусын шығар, таяқ жейсің. Алло, Жан, қалайсың? Неме өтірік майысып тұрсың? Не өтірік күліп тұрсың? Деп күліп едің ғой. Мен сол бүгін күні бойы үйге генеральный уборка жасап шаршап отырмын. Өтірік айтпа, үйді мен жинағам, жезде өтірік айтып жатыр. Мырза, менің қарным ашты, маған жас донор заказ беріңізші, 1000 теңге тұрады. Маған да бір жас донор. Келді, рахмет. Дәмді екен, Жан. Неге бөліспейсің? Мамаға айтам саған жігітіме сөйлесіп жатыр деп. Пока. Ей, сен бала, неге мен сөйлескен кезде мешать етесің? Сен қай жылғысың? Мен 2008. Қанша? Ал сенші қай жылғысың? Мен 98. Өй, түгетпейді. Махаббат жаса қарамайды. Өзің жайлы айтып берші маған. Мен сол офиста жұмыс істеймін, бухгалтермін. Не істеп отырсың? Мен просто ұзақ әңгіме тыңдай алмаймын. Кемпірлермен скучно екен. Мультфильм қосып қойыншы, ә? Өй, неге жемей отырсың? Тағы бірдеңке заказ бересің ба? Любой нәрсе заказ бере бер, өзім төлеймін. Бұл жер абадан алаш деп айтылады. Менің мама папам всегда осы жерге алып келеді. Тамақтары дәмді, летнигі бар, күшті, еще экраны бар, матч, кино, видео, любой нәрсе көре берсең болады. Еще детский площадкасы бар екен. Мені күте тұр, е, қазір. Кірт екен. Ой, мамам звондап жатыр. Алло, мама? Ой, в смысле, ақша бермеймін? Мен свиданияда отырмын ғой. Жоқ, мама, мен үйге барып макарон жемеймін. Мен ападан алаш тамағын жегім келеді. Ақша жіберші. Бар ғой, мына счетты өзің төлей саласың ба? Мамам просто ақша беріп жатыр. Ой, счеттың бәрін өзім төлеймін. Мен кеттім, сен мен үшін тым кішкентай екенсің. Ей, таксиге де ақша берші. Туф, кемпірлер, қатыгез болады екенсіңдер. Райондағы братандар. Аналар кімдер? 2011 ғой. 2011? Өздерінше өтті, мен барып бір шапалаған беріп қайтайыншы барып. Оларды обратно ұралады екен ғой. Амандаспайсың ба не? Екінші қолың запатлы ма? Үшінші қолың ше? Ей, инопланетянсың бе? Ойнап айтып... Жіберсе, ойнап айтатын. Ол, бара бер. Братик, бергеш. 20 теңге берем, үстіне тиын қосып сушняк алып қайтшы бар. Ла, братан, қойшы, братан, лучше ұрасаш, братан, мәйден ұрыш, баншы. Атсынан ал, кентке қойын, братан, почкам алыныр, деп отырып болам, братан. Жоқ, просто тиын қосып аласың ше, ана жерде. Қойшы, братан, ұрмасам, өз-өз дұрасылар. Бармай, өзім барып келе салам болды. Точно ма? Өзім бара салам болды. Қазір ғанимен шығасың ба? Шығам, братан. Мен шыдамайтын ем ше. Резко тұрған жер, мен шыдамайтын ем. Шорттар көп сөйлей береді. Шорттар көп сөйлейді деп тұр ғой, білеке. Найқа шөпке барып өсіңдер. Сен Айдана інісі емессің ба, я? Айдана қайда? Айдана 11 сынып өткеннен кейін Гео онлайнның конкурсына қатысып жатыр. Бір апта курсты тегін оқып 1 миллион теңге және курсқа грант жеңіп алуға болады екен. Соған қатысуға кетті ғой. Дұрыс, оқысын. Ертең келін балаларың оқыған деп айтчайым ғой, короче. Ешнәрсе сәлем айтса Айданаға, хорошо? Естіп Осы сен мен дуалап алған жоқсың ба? Мен сияқты әдемі қызды қалай сындырдың? Мен сені дуалап? Сіз қыздар дуалап бере аласыз ба? Ой, менде дуалайтын қыздардың түрі бар. Мына қыз Камила, ақыл десең ақыл, сұлу десең сұлу, еще байдың қызы. Басқа қыз бар ма?
мына қыз қалай саған? Аты Сәуле, ой, пысық сиыр десең сиыр сауат, беш бармақтың түбін түсіреді. Еще ауыл партиясының мүшесі. Білесің ғой, қазір ауыл партиясы ауылдарды гүлдендіріп жатыр. Жоқ, маған басқа вариант керек. Тағыдай варианттарыңыз бар? Енді нені көрсетем? Бір болмайтын Айжан деген вариант бар. Мінезі ит, жалқау, түске дейін ұйықтайды. Қолынан боқта келмейді. Бір красавица деп айтпас едің. Осы қызды маған дуалап бергізші. Қумаш, дуаласам Анджелина Джоли дуалап алмайын ба? Папа, мен сіздерді қазір қызыммен таныстырам. Пожалуйста, мен позорым шығармаңыздаршы, хорошо? Қашан біз сені позор қылдық? Соны айтам, позор етпеңіздер, қазір таныстырам сіздерді. Бопты, әкеле бер. Танысып қойыңыздар, бұл менің қызым. Ой, біздің баланы таңдағаның жақсы болды. Біздің бала өте добрый. Ой, даже төбелес алмайсың ғой бұл мектепте. Соңғы атаман болатын, даже кішкентай қыздардан таяқ жеп жүреді. Ай, молодец, жанымсың. Ой, өтірік айтпаңыздаршы, олай болған жоқ қой. Кеше ғана бала едім, уже ер жеттім. 11 классқа дейін отбасы беретін есіңде ма? Бірақ мен үшін әлі бала дәсті тұрсыңына дейін мен жуамын. Шын ба? Жоқ, қалжыңдап жатыр. Еще бұған түрі страшный деп қыздар да қарамаушы еді ғой. Бір қыз қарап, соның атына кредит алып, екеуі сөйлеспей айырылысып кетіп еді ғой. Өтірік айтады, ол прикол ұстап отыр. Бұның бір красавчик Азамат деген досы бар. Міне қара, спортсмен енді, шоп солу. Ауыл партиясының мүшесі. Қазір ауыл партиясы ауылдарды гүлдендіріп жатыр ғой. Пысық жігіт, бәрі осы астатын. Біздің жігітті ешкім керек қылмайтын ғой. Шүкір. Ой, қарады, бір қыз қарады бұған. Не ғой, мен барайын, менің жұмыстарым бар еді. Жоқ, қайда барасың? Ой, не болды? Айтпақшы, Азаматтың нөмірін бересіз бе? Сен осы бұрынғы қызымен қанша жүрдіңдер? Көп емес, 5 жылдай жүрдік. 5 жыл? Қашан айырылыстыңдар? Ой, давно айырылыстық, уже 2 ай болды. Мен давно ұмытып кеткем оны. Айтпақшы, саған сыйлығым бар. Вау, рахмет. Мә, 2 айда 5 жылдық отношениядан шығу мүмкін емес қой. Сонда мені бывший аясын ұмыту үшін қолданып жүр ма? Тексеріп көрейін. Официант, қазақша қайғылымызға қосыңызшы. Бәрі артта қалды ма? Жаныма. Кеше бүтін есіме түсіп кетті просто. Алдым. Сыпиш. Көзін жұмшы. Қап-қара түнекпей. В смысле, мен виноват, мен не қатысым бар? Айтып тұр ғой, мен оған байқамай лайк бастым. Иә, менен де кінә бар, мойында, менің де ит мінезім бар. Ал біздің бірінші свиданиямыз есіңде ме? Екеуміз селфиде танысып өттік қой. Как раз қазір мен сол жерде отырмын. Ойлаш, бұл жерде күндізгі сағат 12-ден кешкі 6-ға дейін акциялар болып жатыр ғой. 2 стек 7990 теңге. Бір паста алсаң, екінші паста сыйлыққа жүреді екен. А еще менің саған сыйлығым бар. Алдында айырылыспай деп алып қойған ғой. Қазір саған соны сыйлайын. Ей, жемей тұра тұршы, иә? Күте тұршы, иә? Сен осында келесің ғой, иә? Ғой, сен бара тұрасың ба? Мен осы бұл кісімен кездесіп едім да. Иә? Потом сөйлесеміз, иә? Бәсе, осындай бірдеңесі бар ғой. Бақытты болыңдар. Иә, жан, бәрін қайтан бастайық, иә? Онда келе бер, мен сен осы жерде күтемін. Сенің бай роднойың. Басеке, міне киіңіз. Болды осың. Аға, бізде собой киіп әкелуге болмайды, камерадан қарап отыр, ертең көрсе жұмысына шығып кетейін деп тұрмын ше. Інім қазір $1000 берем өзім. Беймарал ойнай берсеңіздерші, камерада өзім отырмын ғой аға. Әдем аға. Мынау не мынау? Не емес, кім бұл Басеке? Адам ғой? Бізге ұқсайтындар бар ма не? Басқа тағы қол аяғы барлар? 8 миллиард бар ғой Басеке. Мен Джекижан, Трамп, тағы 1-2 адам бар, болып деп жүрмін, қалған бәрі роботтар істейді деп ойлап жүрмін ғой. Қызық қой мынандайлар. Үйге алып қоятын екен біреуіне. Иә. Түсті ма? Жоқ. Қатты демалма дедім ғой, кейді жылжытып жібердің ғой. Братан, мына столдың үстіне адам жатқызып не алуға болмайды да, бізге ұрсат ше. Дәурен, мынаны. Болды аға, әдем, жата беріңіздер. Мен просто бір көріп кетейін деген машин. Басқа адам алып келіңдерші, арықтау, мына жері ямы балап келіңдерші. Жатам, кім ұрады енді, мен ба? Аға, үйтіп ойнамайды ғой, анау столдың үстіне қойып ұрасыз ғой. Жоқ, адамды емес аға, шарикті ұрасыз ғой. Жоқ, бұлай емес қой енді аға, енді әдем қылып өзінің несі бар ғой ұратын. Жоқ, просто 5-6 адам мұрны ғана кетті, анам басшы. Мен скорый шақыра салайын аға. Жоқ, маған қарай емес аға, ары қарай ұрыңыз. Аузыңды қатты ашып тұршы, мен ұрған кезде ровно 9-ға тию керек та анау. Аға не істеп жатсыздар? Бәрін камерадан көріп тұр ғой, не анау? Ей, інім, сатып ала салайықшы, мыналар сатыла ма өзі? Болады ғой, найза фабрикасында бәрін сатамыз ғой. Мына сіздер ойнап жатқан столиктер новыйдан келіп жатқандар. Плиталары сланец болып келеді да. Борттардың бәрі противударный.
еще анау кей жаңағы бор дейтін аксессуарлардың барлығы Қазақстан бойынша ең арзан бағада бізден ала аласыздар. Наличие ала аласыздар, складта бар. Одан бөлек предзаказ беріп қойсаңыздар болады. Енді сезонға дайындық, өзіңізге бильярд ашам десеңіз. Болды інім, біз аламыз қазір. Төртеуін салшы бізге үйге сап. Болды ғой братан. Әдем, ойнай ұра беріңіздер. Білгеніңіз істей беріңіз братан. Мен қазір Танысып қой, бұл менің братишкам. Отыра тұрыңдар, я қас келем. Иә. Қай жылғы боласың? Ей, Жиздуха, қай жылғы боласың деймін. Воу, сен сөйлей аласың ба не? Когда надо, сөйлей алам. Менің сестраммен не мақсатта жүріп жүрсің? Что-то жаман ойың бар сияқты сенің. Не ғой, сен сөйлей алсаң, сенің сестраңа қандай гүлін айт, соны айтшы маған. Сондай құнды ақпараттарды мен саған тегін береді екем, я? Жастар шустрысыңдар есіңдер, Мә, кезеңнің атынан. Оның жақсы көретін гүлі пион. Соны сыйласаң болады. Ал ең сүйікті тамағы қандай? Сүйікті тамағы? Есіме түспей тұр чота. 10 мың бердім ғой мен саған. Мә, алшы, жадны екенсің, ал. Оның сүйікті тамағы жас донердің донерлары. Соны смело алып берсең болады. Алдым. Бағасы 1000 теңге тұрады екен ғой, Не істеп жатсыңдар? Жас донер? Бұл саған. Мен осыны жақсы көретінді қайдан білдің? Мен сен туралы барлығы білем ғой. Рахметжан. Брачкан күшті әңгімелер айтады екен. Әңгімелер? Құмаш ол кішкентай ғой? Жай іштек емес. Кешіріңіз. Біздің балаға күліп айттың ғой. Жота бізді келін болатын сияқты. Мама, папа, не істеп жүрсіздер? Несі, жап аузыңды. Біздің ұлымыз сияқты жақсы жігіт таппайсың. Өте жақсы жігіт, пенсионқысы жүріп тұр. Міне қараш, қанша дипломы бар. Еще 2-ші класста жігіт сыныптан 1-ші орын алған. Еще қанша медальдары бар, қара. Спортсмен, просто кішкене торымыз әйтсе жақсы жігіт. Пазор қылмаңыздаршы, мама, папа. Жапшы аузы, сен 45-ке келіп үйленбеген пазор емес пе? Біздің үйге келін болсашы, өкінбейсің, өте жақсы отбасымыз. Жағдайымыз да жақсы, ауылда малымыз өте көп. Мен еще ауыл партиясының мүшесімін. Біз қазір ауыл партиясымен ауылдарды гүлдендіріп жатырмыз ғой. Чотам қызым, бізге келін боласың ба? Келін сіздерге? Мә, қойыңыздаршы, келіспейді бәрібір. Я келісем, как раз отырып қалған едім. Я деді. Бүкіл ауылды шақырғасыңдар ма? Я деді. Күйеу бала қайда? Кең ауыз қашып кетті ау тағы да. Қорықпаңыздар, өзім ақ оны тауып алам. Ал, жеттік. Марат аға, жүріңіз, шай ішіңіз үйге барып. Есің дұрыс па? Үйде дым жоқ қой. Уайымдама, жоқ, керек емес деп айтып, бәрі сөйтеді ғой. Давай, ішейік. Иә, жүріңіз онда. Шай қойық. Мә, үйлерің керемет екен ей. Мә, айып етпеңіз, сіздің келетіңіз білмей қалдық. Әйтпесе қой сойып, ет асып, қуырдақ, манты бәрін істеп қойшы едік. Істей беріңдер, мен ешқайда асып тұрған жоқпын, как раз қарным ашып тұр. Иә, қазір істейміз. Бар, істей ғой. Ей, братишка, бер кел. Енді үйіңе бір чет кеп тұрмын ғой, саған $100 көріндік менің атыма. Керек емес аға. Керек емес болса жарайды, бермеймін. Чотам, чай дайын ба? Ай, рахмет, тойдым. Қойғанда мен ауылға қайтайын онда. Қайда асықтыңыз? Осында қонсаңызшы бүгін. Бүгін емес, бір апта осы үйде қона беріңіз. Қона берейін ба? Болды ғой, онда мен бүгін осы үйденмін ғой. Қос телевизорда. Ағаңның жатқанына бір апта болды ғой, қайтсын дайын, айтсаңшы бар. Аға, қалайсыз? Не көріп жатсыз? Кино көріп жатқанмын ғой. Ауыл партиясы, мен осы ауыл партиясының мүшесімін ғой. Қазір осы ауыл партиясымен біз ауылды гүлдендіріп жатырмыз ғой. Шотам, мен ауылымды сағындым. Жусанның исін сағынып тұрсыз ғой, я? Мен бар ғой, ауылыма қайтайын. Сендер ренжімейсіңдер ма? Жоқ, ренжімеймін, сен қайтайын онда. Жақсы, сау болыңдар. Тағы жатпадыңыз ба біздің үйді? Осында тұра берсеңізші, өз үйіңіздей көріп. Өз үйіңіздей көріңіз. Өз үйіңдей көр? Болды ғой, онда осы үйде тұрған ауылды сағындым деп едіңіз ғой. Бірақ сағаттың жүрі барып кеп жүре берем ғой. Чотам, қос киноңды онда. Менің қызым боласың ба? Мә, шынымды айтсам, сен маған вообще ұнамадың. Осы жерден қоя салайық. Пока. Бірақ тоқта. Қарызыңды қашан қайтарасың? Қарыз? Мен екеуміз келіскен күннен бастап бүкіл расходтарымды жауып жүрмін. Сен осының барлығын маған қайтарып бересің, ұқтың ба? Мә, чек. Мынаның барлығын жазып жүрсің ба? Капец ты жмот. Так, кинотеатр, донер, айран, сушняк, метро, автобус 20 теңге, тарифыңа 1000 теңге салып бердің. Сен в общем маған 14500 теңге қарызсың. Давай жібер. Все, Каспиңа салып жібердім, болды ма?
түсті. Жігіттер не болып кеткенсіңдер? Тоқта, бұл әлі соң емес. Мына сумканы бер. Барахолкадан 500 теңгеге алған бұл сумканы. В смысле, сен маған бұны оригинал деп бердің ғой? Иә, оригинал. Болды, пока. Қайда барасың? Әлі қарыздарың біткен жоқ. Біз қайда келдік? Мен саған қанша косметика алып бергем? Енді сен маған косметика алып бересің, ұқтың ба? Не істейсің косметикаларды? Сал, барлығын сал. Мен саған арзан подел косметика емес, осы Монтидан оригинал корейский косметика алып бергем. Соның барлығын маған қайтарып бересің, ұқтың ба? Еще Монтида декоративный косметика бар. Сал давай барлығын. Анда мен тонын емес қой. Болды ма? Мен саған еще диагностика кожи істеп бергем. Сен де маған істеп бересің, ұқтың ба? Все, алдым. Доволен? Саған ойлашы, Айгүл мен Марат ажырасайын деп жатыр екен. Кетшар, не үшін? Білмеймін, сұрамадым. Біздің көрші Жәнібек бар ғой, соның әйелі апасының көзіне шөп салып жүр дейді. Серьезно? Еще кіммен десеш? Кіммен? Білмеймін, сұрамадым. Біреудің өмірін не істейді? Өздері біледі ғой. Мен класстасым Қайраттың папасы бар ғой, өзінің туған папасы емес екен, ойлашы. Кім сонда? Білмедім. Интересоваться етпедім. Танисың деді, бірақ сұрамадым. Не істеймін біреудің өмірін? Психолог мырза, менің әйелім қарап беріңізші. Вообще өзір кетті әйелім. Өмірі шаршап жүреді, ұрысқақ. Бұрын вообще ондай емес еді. Қойшы, саған қойшы. Қабыр сақтаймыз. Қазір барлығын анықтаймыз. Так, мына жерде не көріп тұрсыз? Қарны ашып жылап жатқан бала ғой. Ал мына суретте не көріп тұрсыз? Памперс толып кеткен бала ғой. Ал мына жерден ше? Шашып жатқан үй. Келесі сұрақ, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен бос уақытта айналысатын сүйікті істерім көп. Мысалы, үй жинау, бала қарау, кір жуу, жас кезінде еске салып жылау. Сіз сонда шаршамайсыз ба? Неменеге шаршайды, ол үйде отыр ғой күнімен. Ал сіз соңғы рет қашан демалдыңыз? Декретке шықпай тұрып 5 жыл бұрын. Естіп тұрсыздар ма? Бала соғып жатыр. Бала соғып жатыр. Жоқ, бұл жерде бала жоқ. Сабыр сақтаңыз, сіз психологтың кабинетіндесіз. Мен сіздердің проблемаңызды анықтаған сияқтымын. Иә, қандай? Сіздің әйеліңіз 5 жыл декретте отырып, әбден шаршаған. Еще сіз де қолдау көрсетпейсіз. Постоянно жұмыстасыз, баламен қалдырып кеттіңіз. Сіздерге балаларыңызды академ бала деген. Мапа, бұл сіздердің болашақ келіндеріңіз. Ал, удачи. Дайынсың ба? Не үшін? Бұл не? Бұл детектор лжи деп аталады. Өтірік айтсаң біліп қоямыз. Ал енді біздің бірнеше сұрақтарымызға жауап бер. Біздің баланы шынайы жақсы көріп жүрсің ба? Ақшасы үшін емес па? Конечно, шын жақсы көрем. Оның ақшасы да жоқ қой. Оның жұмысы да жоқ қой. Тоқтал, келесі сұрақ. Жалқау емессің ба? Үй шаруасына қалайсың? Жоқ, жалқау емеспін. Таңертең нешеде тұрасың? Таңғы 6-та тұрамын. Өтірік айтпай қой, біліп қоям, шыныңды айт. 12-де тұрамын. 1 минус бар уже. Ал енді маңызды сұрақ, тамақ істей аласың ба? Иә. Тамақ болғанда китайский лапшалар емес. Мысалы, 5 бармақ жасай аласың ба? Қамыр жай аласың ба? Иә. Ай, сынақтан өтпедім. Бізге тамақ істей алмайтын келін керек емес. Не ғой, менің қызым боласың ба? Сен маған досым сияқтысың. Давай дос болайықшы. Досың? Давай, итер досым, бойында жан бар ма, итерсеш? Менің досым! Досым, қайда жүрсің, шөліп кеттің ғой? Неге мені жұмсай бересің? Алдында свидания саған 15 мың теңге ұртқам. Енді қазір досымсың ғой, бәрін қайтарып бересің. Досым, ертең жаман киімдерін киіп кел. Не үшін? Родной, үйде ремонт болады, көмектесші. Бүгін целый день тұрсын жыртылғанша жұмыс істейікші екеуміз, родной. Родной, болсашы, немене қыз сияқты көтер алмайсың, бұл давай. Секөш, әкең үйінде отырсың ба, тұршы. Біздер начу. Молодой человек, бір қойды бір квартираға ауыстырасыз ба? Бір қой үшін бір квартира? Қумаңдаршы. Қойымды ауыстырмаймен, қой кіріп қылмай, не істеймін квартираның? Әй, дұрыстап ойлан, қаланың қақ ортасынан 3 комнаталы квартира. Болмаса, мына Волганы ауыстырайық та? Қаланың қақ ортасынан 3 бөлмелі пәтер үшін менің сүйікті Волгамды ауыстыр деп отырсың ба? Керек емес маған, басымды қатырмаңдар. Әй, болмаса, 5 мың теңге маған бере салшы, саған квартираны берем. Не істеймін, қалада не істеймін, ауылда үйім бар. Қалаға келіп өліп қал деп отырсың ба маған? Алмайым, 5 мың теңгеге де алмайым, керек емес маған квартираларың. Жарайды болды. Тегін ақ бердім. Алшы квартираны. Қаланың қақ ортасынан 3 бөлмелі пәтер тегін ал деп тұрсың ба? Керек емес маған, не істеймін оны? Ауылда үйім бар деймін. Қызықсыңдар, қалаға көшіріп жүрейін енді. Басым қатырмаңдаршы. Папа, сіз серьезно бір қойға квартира алмай қойдыңыз ба? Ой, сол кезде ала салу керек еді. Ай, туп билетіп қалғанды қарашы.
қалайша осындай мүмкіндікті жіберіп алуға болады? Қызым, қазір да мүмкіндіктер жетеді. Сен пайдаланып қал. Мысалы, Алматы қаласында 7-20-25 бағдарламасымен үй алуға болатынын білесің бе? Өте тиімді бағдарлама. Мысалы, 7%-мен 30 миллионға үй алсаң, айына 169 мың теңге төле. Телефонға зарядка бар ма сенде? Я, мен сумкамда барлығы бар. Бұны неге алып жүрсің? Бұл шашып бере алайтын ғой. Мынау осында жатыр екен ғой. Өтік. Жаңа киімді үтіктейін деп алғам ғой, мен сумкамда барлығы бар. Пятилитровка? Шөлде қалам ба деп ойлағам ғой. Сумканың ішінде сумка? Мен сумкамда барлығы бар. Мен фото-видеоға түс қалсам. Мә, сен сумкаңда не жоқ өзі? Бұл Сабико жүргектері. Біздің әлі баламыз да жоқ қой. Японский качество дегеннен заранее алып қойғам ғой. Ауыр бірдеңе жатыр. Бывшымның велосипеді ғой. Кімнің? Сен сумкаңда адам жатыр ма? Мен қайдамын? Ричард! Қалайсың, детка? Ричард, снесі әкең? Бұл менің бывшыйым. Давайсың, детка. Ей, зарядка қалтамда бар екен, заряд керек емес. Қуасың ба, мен мынаның барлығын не үшін алып шықтым? Енді қайтадан салу керек қой. Не істеп отырсың? Ештеңе. Не болып қалды? Түк болған жоқ. Айтсашы, не болған? Түк болған жоқ дедім ғой. Детектив шақырдыңдар ма? Иә, мен шақырдым, жүріңіз. Мына тұтқаны жөндеп қойсыңдаршы. Не болып қалды? Міне, әйелім ренжіп қалды, уже 1 сағат болды. Себебін таба алмай тұрмын. Тауып беріңізші сол себебін маған. Көрейік. Бүгін ешқандай годовщина, праздник, юбилей емес пе? Ұмытып кеткен жоқсың ба случайно? Жоқ, бүгін ешқандай мереке емес. Мына столдарын қисайып қалыпты, жөндеп қоймайсың ба? Жіберген рилс, тиктоктарын бәріне лайк басып жүрсің ба? Бүкіл жіберген рилстарына лайк басып отырам, как положено. Онда не болды? Шаң түсіп жатырмын? Я просто гипсокартонға потолок содан шаң түсіп кейде ескіріп қалды. Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес. Мы что-то упускаем. Так, стол, тұтқа, потолок. Мен түсіндім ол саған не үшін ренжігенін. Иә, қандай себеп сонда? Ол саған талай рет жөнде деп айтқан нәрселер сен жөндемей, оны ренжітіп жүрсің. Соның барлығы осы ренішке ұласты. Жоқ, ол үшін ренжу мүмкін емес, ол үшін емес. Иә, мен айтқанымды вообще істемейді. Ана есікті жөндей дегеніме қанша болдына сынған столды да жөндемеді. Әне? Потолокты ауыстыр деп қанша рет айттым. Ей, мен потолокты ауыстыра алмаймын, мен қолымнан келмейді ол. Бауырым. О, мама, қалайсыздар? Е, Айжан осында. Сәлем айт мамаға. Видеоны қосайын ба? Қазір қосам. Міне, Айжан. Ой, мама, қалайсыз? Мен сол баяғы тамақ істеп жатқан. Еще күні бойы үйді жинап жүрмін. Қой, уборка мен істедім ғой. Ой, кірді жайып, қолым босамай жатыр. Және балаңыздың ақшасын үнемдейін деп үйге келе жарақтың барлығын Қытайдан жаңа